Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Біздің анимация сабағымыздың екінші бөліміне қош келдіңіздер. Өткен сабақта мен мынандай бір қателік жасағам ғой. Сіздер көріп отқан видеоларыңызда шығып отқан, мысалы, әрбір мен айтқан батырмалар, мысалы, R, G, S, мышканың оң жағы, мышканың сол жағы, мышканың ортасы дегендердің барлығын сіздер ол көрмедіңіздер. Яғни көрсеңіздер, егер видеоның ішінде олар бар болатын болса, ол барлығы біздің монтажер Мади деген жігіттің арқасында сіздерге сондай ыңғайлықпен көрсетіп берді. Рахмет, Мади. Мінекейіңіз, яғни ол біздің мына жаңадан қосқаным, ол мына жақтағы белгі. Яғни мен не бассам, мына жақтың барлығында көрініп тұрады. Мінекейіңіз. Ctrl, Shift, Alt деп басып шықсам болады. Яғни бұл сіздерге ол батырмалардың не басып, не қойып жатқанды көре аласыздар. Өткен сабақта естеріңізде болатын болса, біз осы блендердің ішіндегі әрбір терезелердің, яғни мына жақтағы мына төртбұрышты аумақтар, яғни немесе мына аумақтардың барлығының не істейтініне жалпылама беткі жағын ғана танысып өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта соны жалғастыра кетейік. Және кубты қозғап үйрендік. Солай ғой. Бүгін одан да қызығырақ сабақ өтетін боламыз. Мына жақта блендердің сценасында 3 нәрсе тұр. Бұны біз әдетте не істейміз? Біз дәстүр бойынша бәрін белгілеп жойып тастаймыз. Сосын қайтадан создать етеміз. Яғни айталық, сіздер мынандай сұрақ сұрауыңыз мүмкін. Бұл объектіні қайдан создать еттің, қайдан пайда болды ол деген сияқты болады. Ол әрине тағы да бір рет жасап жүрейін, мынаны удалить етіп жіберем, яғни жойып жіберем. Ол үшін мынандай зат істеуге болады. Add, mesh и куб. Куб пайда болды. Бірақ сіздер айтасыздар, неге мышканы әкелген кезде мышканың қасынан пайда болды деген. Ол ыстық батырмамыз, ол хоткейіміз, ол Shift A. Shift A-ді бассақ, мына жақта біз көптеген объектілер көреміз. Соның ішінде куб. Давайте кон қосайық. Ей! Праздничный кубик болды міне. Енді сіздер байқасаңыздар, Shift A деген кезде мына жақта көптеген заттар тұр. Солай ма? Бұлардың ішіндегілердің барлығы ол объект типтері. Барлығы объект болып саналады. Мысалы, add десем, мысалы жақта mesh бар, ол plane бар, мынандай plane деген зат бар. Ол мүмкін мынандай сфера шығар. Ол мүмкін мынандай метабол шығар, мынандай не шығар, кривой шығар, соның барлығы ол объект типтері. Объект типтері деген не? Объект тип дегеніміз ол контейнер деп есептесеңіздер болады. Яғни мен мысалға мына жаққа арнайы сіздерге арнап мынандай банка алып келдім. Мына жақта қарасаңыздар, бұл біздің Inlight деген жобамыздағы кейіпкерлер. Бұл банканы біз объект деп ойлайтын болсақ, бұның ішіндегі зат, мысалы Tamagotchi'ні алдым. Tamagotchi ол осының ішіндегі датасы. Не деп кеттің? Түсініксіз бірінке айтып кеттің ғой деп отқан шығарсыздар. Давайте сіздерге түсіндіріп кетейін барлығын. Айталық, мынау объекттер, да? Бұның барлығы осы 4 зат. Мына outliner-ге қарасаңыздар, кеше естеріңізде болса, outliner деген ол сценаның ішіндегі барлық заттардың тізімін көрсететін терезе, дұрыс па? Соның ішіне қарасаңыздар, барлығы әртүрлі объект болғанмен ұқсастықтары неде? Ұқсастықтары ол мына жердегі мына үшбұрышта. Ол үшбұрыш бізде ол объект типті көрсетіп тұр. Бұл неге үшбұрыш мынандай? Соны түсіндіріп кетейін сіздерге. Кез келген 3D бағдарламада осындай бір көрініс жасау үшін, яғни сіздер көре алатындай нәрсе жасау үшін, ол минимальный дегенде, ең кем дегенде 3 нүкте керек. Ол 3 нүкте қосылып полигон деген зат жасайды. Яғни үшбұрышты полигон болады ол. Сіздер бүйтіп көрсетейін, сіздер айтасыздар, неге мына затта 4 тал нүкте тұр деп ше? Бұның барлығы, яғни сіздерге қысқа түрде айтып кететін болсам, мынаның әрқайсысы vertex деген нәрсе, яғни нүктелер. Мына ортасындағысы, мына четіндегісі, мінекейіңіз. Четтен көрсеңіздер, мынау сызық, яғни бұлар edge, яғни қырлары. Мына ортасындағы мынау жалпақ, ол face деп аталады, яғни беттері. Мынандай зат болады, неге мынау үшбұрыш дегенге жауап берейік. Негізінен бүкіл осы индустрияда істететін ол осындай квад дейді, яғни төртбұрышты сетка қолданамыз, торды. Бірақ ол төртбұрыштының өзі 2 үшбұрыштан тұрады. Сіздерге көрсетейін екеңіз. Бұл 2 үшбұрыштан тұрады. Мына бір бұрышын удалить етіп жіберсем,
ол бәрібір бізге геометриялық фигура ретінде тұр, дұрыс па? Ол бізге көрініп тұр. Ал егер осының бір бұрышын тағы да удалить етіп жіберсем, көрініп тұрған жоқ, ол геометриялық фигура емес, уже ол бізде кесінді болып қалды. Яғни математика тілінде қайттан осындай бізге көрінетіндей бет болу үшін бізге тым дегенде осындай 3 фейстің арқасында жасалатын бет керек. Яғни осы бізде құрайтын ол mesh деп аталады. Мынандай оранжевый нені көрсеңіздер, объектіні, ол яғни контейнер деп аталады. Сарғыш түсті. Мысалы, мына жақта cone деген зат тұр. Ол мынау некеңіз белгіленді. Куб, плейн, сфера. Шөуде осындай сары үшбұрышпен тұр, сарғыш. Бассам ішінде жасыл түсті не тұр? Объект тұр. Бұл негізінен объект емес, бұл ішіндегі датасы. Енді қайттан мынандай мысалға келейік. Бағанағы мысалымызға келеміз. Мынау сыртындағы банкі, ол біздегі осы сарғыш түсті объект болатынса, ішіндегі мынау нәрсе, ол бізде жасыл түсті дата. Оны тереңірек түсіндіріп кетейін тағы да. Мысалы, бағана сіздер мынаны ашқан кезде, ол plane деп тұрды, дұрыс па? 4 бұрышты болды. Мен оның ішіндегі датасын өзгерттім. Ол былай болды, ол бүйтіп қоссам болады тағы да, бүйтіп қоссам болады. Былай тартсам болады. Бұның барлығы өзгеріп жатыр, бірақ бұл әліге дейін plane деп аталып тұр. Яғни бұл ішіндегі датасы өзгеріп жатыр, бірақ plane. Plane дегенді кішкене түсінбесеңіздер, давайте мен кубқа көрсетіп жіберейін. Cone былай қарай кет. Оны түсіну үшін мына кубты мысалға келтірейік. Мына кубтан біз призма жасағымыз келеді. Яғни мен бұл заттың призма болу үшін мына екі қырын, яғни екі нүктесін жойып тастауым керек. Және мына бетті толтыра салуым керек. Бұл мен басқатқан командалар, ол әрине моделингке сай командалар, оны сіздер білмесеңіздер ішін өтпейді. Мінекеңіз, бұл біздегі көріп тұрған призмамыз, бірақ бұл әліге дейін куб деп аталып тұр. Бұл неге бұндай деген сұрақ болады. Яғни көріп тұрғаныңыздай, бұл ішіндегі біздің көріп тұрған нәрсеміз, бұл сыртында қоршап тұрған нәрседен өзгешеленеді. Яғни мына призманы мен былай қарай жылжытсам, бұл әліге дейін куб болып қалады. Осы уақытқа дейін мен бұл заттарды қалай айналдырып жатырмын, қалай өзгертіп жатырмын, бұл барлығы қандай процесс болып жатыр деген сұрақтар болуы мүмкін. Асықпаңыздар, сіздерге мынаны айтып кетейін. Blender-дің ішінде режим деген нәрселер болады. Яғни ол бізде Object Mode, Edit Mode, Sculpt Mode, Vertex Mode, Weight Paint, Texture Paint, сондай сияқты көп режимдар көп болады. Солардың ішіндегі ең қарапайымы, ең түсініктісі ол Object Mode. Object Mode дегеніміз осы көріп тұрған үшті пространствоның ішіндегі барлық заттарға ортақ, яғни солардың әлемінің режимі десек болады. Ал Edit Mode дегеніміз ол осы объектіні өзгеріс жасататын режим. Яғни edit деген ол өзгеріс жасау, яғни өзгертемін деген сияқтыны білдіреді. Айталық, мына объектіні мына жаққа келіп, бүйтіп өзгерттім. Мынаны бүйтіп, былай өзгертсем, Object Mode'қа барсақ, бұл осындай типте қалды. Яғни мен бұл тапты басқан арқылы, мен Edit Mode'қа, Object Mode'қа өтіп жатырмын, бірақ бұның бір оңай бір тәсілі бар. Оңай емес, енді былай тура сол тәсіл, просто визуально түсінетін дейді, қандай режимда тұрғандарыңызды. Ол үшін Edit'қа кіріп, Preference'қа барсақ, қазір жақта Keymap'тың ішінде ол, иә. Tap for Pie Menu деген бар. Яғни Pie Menu дегенді мен қазір тезірек түсіндіріп кетейін сіздерге. Pie Menu деген, мысалы мынаны басқан кезде тапты, мына жақта Pie деген ол пирог, дұрыс па? Мынаның барлығы пирогтың тілімдері сияқты бүйтіп бөлінеді ортасынан бүйтіп. Мынаның әрқайсы тілімдер болатынса, сол қай тілімін аласың деп сұрап тұр бізден. Соны біз Pie Menu дейміз. Мінекейіңіз, біз талдайық, қандай бізге пирогтың бөлігі керек, бізге Edit Mode керек. Осылай біз Edit Mode'қа кіріп, заттарымызды өзгерте аламыз. Режимнің қандай түрде тұрғанымызды көргіңіз келетін болса, ол мына сол жақ, жоғары жаққа барсаңыз, Edit Mode деген жазу тұр мына жақта. Яғни бұның ішінде біз осылай талдасақ та болады, немесе тапты басып, Pie Menu'мызды шақырып, Object Mode десек, қайтадан Object Mode'қа келеміз. Яғни ол тек қана куб емес, ол басқа бүкіл заттарға сай. Мысалы, мынаны бүйтіп кубты былай сосып тастасақ болады. Коунды, конусты, мынандай болып қалады. Біздің конусымыздың түрі мынандай болды.
бүйтіп келіп мынаның үстіне кигізіп қояйық. Ал енді мына жердегі объектілерді айттық. Оның ішіндегі датаны әлге дейін түсінбей жатырмын дегендер болатын болса, оны тағы да бір айтып кетейін. Бұл біздің сыртында көріп тұрған зат. Ол тек қана контейнер. Мынау сары түсті, ол контейнер, ішіндегісі ол датасы ішіндегі. Яғни ол көрініс қандай нәрсе? Не көріп тұрмыз? Ішіндегі даталар сол сыртқа көрсетеді. Ал контейнер дегенде біз ол прозрачный, сол датаны қамтитын қорған десеңіз де болатын шығар. Оны түсіну үшін бүйтейік. Мына конус, мыналардың бәрін удалить етейік те. Бізде сфера қалсын. Alt-G басамыз да, ортаға алып келеміз. Кешегі сабақ естеріңізде болса Alt-G. Яғни ол центрға алып келеді, дұрыс па? Жарайсыздар. Енді мына сфераны алайық. Бұны біз edit модқа кіріп, барлық нүктесін алып, удалить етіп жіберейік. Енді біз object модқа келсек, сферамыз жоқ. Алайда бұнаның ішінде сфера деп тұр, және бұл outliner бізге өтірік айтпайды. Сценамыздың ішінде сфера деген объект тұр әлі дейді. Және ішінде сфера деген дата тұр. Кеше естеріңізде болатын болса, осындай жағдай қай кезде қайталанды? Ол scale'ды 0%-ға немесе 0-ге теңеген кезде осындай болып кетті, дұрыс па? Енді одан ба ашып көрейік. End panel. Айтам. Жоқ, scale 100%. Демек біз ішіндегі бүкіл затты, яғни бүкіл ішіндегі датаны жойып тастадық. Сол үшін ол бізге көрсететін ештеңкесі жоқ. Ал енді ішіне кіріп, біз қайттан мешті создать етсек болады. Бірақ бұл кезде ол объекттің типін сұраған жоқ, байқасаңыздар. Яғни осының ішіне кіріп, біз Shift A десек, яғни объект создать ететін болсақ, бұның ішінде біз бағанағымен салыстырғанда, object модтағымен салыстырғанда заттар азайып қалды. Давайте оны қазір мен түсіндіріп кетейін неге екенін. Edit модқа кіретін болсақ, мінекейіңіз, бұның ішінде осы заттар бар. Және бұл тек қана осы объекттің ішіне ғана сай даталарды ұсынады бізге. Shift A дегенде болмаса, мен мына жақта add-пен қосамын дегендер болатынса, соны басып көрейік. Add жоқ, көрдіңіз ба? Жарайды, mesh болғаннан кейін, осы mesh объекттің ішіндегі заттар, яғни mesh даталары тек қана mesh объектісіне ғана кіре алады. Мысалы, маймылда ашайық. Мінекейіңіз, там маймыл тұр. Деп тұр да. Енді біз object модқа келсек, мінекейіңіз. Бұл объект біздің ең басында сфера болатын тұғын, бірақ қазір маймылдың басы болып бітті да. Үшті ортамызға біз осы объектіні создать еткен кезде, яғни шақырған кезде, ол бізде сфера ретінде келген. Бірақ біз оның ішіне кіріп, edit модқа кіріп, неше түрлі заттарын тезіп, бұзып тастадық та, удалить етіп тастап, оның ішіне біреңке жаңа біреңке ашып жібердік те, одан кейін ол осы датаның барлығын сфера деп есінде қалып қалған. Оны бүйтіп біз ауыстырсақ болады. Мысалға, мына маймылдың атын біз Сюзан деп қоя салайық, өйткені неліктен екен білмеймін, бірақ маймылдың атын Сюзан деп атаған екен блендердің ішінде. Сюзане. Ой деймін. Ой. Ай, өш. Екі әс қойдым өтірек болсам. Қате жазып атсам енді ренжімеңіздер. Сюзан, және бұның ішіндегі дата сфера деп аталып тұр. Енді айтамыз, бұл объекттің аты Сюзан, ішіндегі дата неге сфера деген. Создать еттік. Создать етілген кезде ол сфера, оның ішінде сфера болды. Сол себептен ол ішіндегі датаны сфера деп қалып қалғандықтан, ол солай есінде тұр қазір блендердің. Оны біз өзгерту үшін мына ішіне кіріп, осы атты көшірсек болады, мына жерге қойсақ болады. Немесе өзге бір жолы, ол мына жаққа кіріп, object data propertiesқа кіретін болсақ, мына жақта жоғары жағында тұр, Сюзан деген объект, соның мына жағына мышканы әкеліп тұрып, басып тұрамыз, тартып, астына қарай әкесек, drop name деген бар, яғни осы атты осы жерге қоя салу дейді. Мына жақта да автомат түрде ауысты. Енді бұл официально Сюзан деген объект, ішінде Сюзан деген датасы бар. Түсіндіңіздер ма? Енді бағанағы менің мына мысалымды түсіндіре кетейін қайттан. Енді сіздерге дайындаған кейін тағы бір рет түсіндіре кетейін. Одан да түсіндірікті болады. Яғни бұл бізде, мен әдейі осындай прозрачный банк іздедім, өйткені
Бұл объект деген ол ішіндегі ғана затты көрсетеді. Ал мынау өзі прозрачный нәрсе негізі. Бірақ бұның да өзінің бір атқаратын рөлі бар. Қазір сіздерге оны түсіндіре кетемін. Иә, бұл прозрачный объект болатын болса, бағана біз ішіндегі нәрсені, яғни мысалы мынау бізде тамагочи деген объект болуы мүмкін. Және біз бұның сыртындағысын алып, біз банкі деп атадық. Ішіндегі затты, яғни бұның ішінде де банкі болған шығар, бірақ біз оны алып удалить етіп тастап, ішіне тамагочи қойып қойдық та. Енді бұл сырты банкі, іші тамагочи. Оның ішіндегі тамагочиді біз удалить етіп тастайтын болсақ, ішінде мынандай бос қалады, бірақ прозрачный бірдеңке бар. Мүмкін сіздер енді көріп тұрсыздар, бірақ блендердің ортасына бұл как будто өзі бар, существует, бірақ бір уақытта ол не существует дейді ғой. Сондай да. Яғни бұның барлығы объект типтері. Енді сіздерге мынандай затты айта кетейін. Байқасаңыздар, аутлайнерда және properties терезесінде мынандай заттарымыз бар. Сарғыш түсті келген ол объект дедік. Мынандай жасыл түсті ол ішіндегі датасы. Дұрыс па? Енді мына properties терезесіне келетін болсақ, бұл жақта неше түрлі түсті боялған иконкалар тұр. Енді бұлардың барлығы не істейді деген кішкене алаңдаушылық болатын болса, алаңдамаңыздар, барлығын түсіндіріп кететін боламын. Сұр түсті нәрселер негізінен бұл әлемге сай, яғни осы ортаға сай объектілерді білдіреді. Сұр немесе ақ түсті. Я, сұр түсті. Мынандай қызыл ол сыртқы келбетті білдіреді. Яғни ол затты көрсету, заттың материалы, заттың осы ортадан алатын информациясы соны көрсетеді. Яғни ол бояу, көрсету, сол біз көретін сәндеу бөліктердің барлығы осындай қызыл түспен белгіленеді. Яғни бұл жақтағы сарғыш объектіміз ол объекттің өзіне сай пропертилар, яғни осының ішіндегі сай мүмкіндіктер, опциялар. Мына жақтағы көк түстілер ол осы модельдің өзіне немесе объекттің өзіне контейнерге жасалатын өзгерістер. Мысалға айтатын болсақ, modifier, мынау бізде particle деп аталады. Яғни партиклдың пропертилары. Партикл дегеніміз соғандай шаш, жүн, тағы немене, эффект, солар барлығы осыған кіреді. Мынау симуляция, мынауымыз констрейнттар. Констрейнт деген сіздерге мынау үшеуін негізі қатты несемесеңіздер болады. Өйткені біз аниматор болып, бұлармен көп жұмыс істей бермейміз. Модифайермен алайда жұмыс істеуіміз мүмкін. Модифайер дегеніміз, мысалға сіздерге тезірек көрсетіп кетейін. Көк түсті нәрсе ол осы объектке өзгеріс жасайды. Subdivision деген модифайер бар. Бассақ, моделіміз плавный болып кетті, андай гладкий болып кетті. Мынаны бүйтіп қоссақ, тағы да күшті болып кетті да, тұрған жерінде. Бірақ бұның барлығы бізде визуальный түрде ғана көрсететін non-destructive модифайерлар, яғни ол модельдің өзін бұзып жіберген жоқ, ол мынандай түрге келтірген жоқ, ол жай үшін осындай модифайер қолданатын болсаңыз, осындай кейіпке ене алады деген алдын ала көрсету, яғни превьюшка десек болады. Мына жақта мына телевизорды өшірсек, бастапқы моделімізге келеміз. Түсінді? Яғни бұлардың барлығы объектіге өзгеріс жасайтын түс, көк түсті. Енді ары қарай жасылға келетін болсақ, ол осы контейнердің ішіндегі датамен жұмыс істеу. Яғни бұның ішінде ол осының формасы немесе осының ішіндегі манипуляциялар барлығы осы ішіндегі датамен, яғни мына затпен жұмыс істеу. Қайтадан объект модқа келейік. Мына жақтағы көріп тұрған қызыл түсті ол материал, яғни қайттан қызыл түс болып тұр. Қызыл түс дегеніміз ол сыртқы келбет, яғни көрініс, бояу, текстура барлығы соның ішіне кіреді. Осы уақытқа дейін біз модельдің өзімен, яғни ол объекттің түрлерімен таныстық, дұрыс па? Объекттің түрлері дегенде біз тек қана меш түрімен ғана таныстық, яғни ол мына үшбұрыштысы. Бұдан да өзге объекттің түрлері бар. Оларды мен сіздерге ақырындап көрсетіп кетейін бір-екеуін. Яғни бұл бізде меш дедік. Яғни бұл модельдің өзі осындай түрде болады. Мейлі ол дракон болсын, мейлі ол батыр болсын, мейлі ол жылқы болсын, кез келген модель, яғни көріп тұрған затыңыз ол мынандай түрде келеді. Яғни бұл топологияны сақтайды деген сөз. Топология дегеніміз ол сетка дейді ғой, мынандай торлар. Самнан жасап тұрған торлар. Бағана осы нүктелердің барлығы, бағана айтып кеттім ғой, 3 нүкте минимальный визуалды геометрия. Сосын
осындай тордан құралатындардың барлығы ол меш. Тор деп берсеңіз де болады шығар мүмкін. Яғни бұл мештің датасы, яғни мештің объектісі ол мынандай түрде беріледі. Одан бөлек бағана бізде өшіріп тастаған заттарымызды қайттан орнына келсек, Shift A ол бізде камера болды. Тағы да бізде камера мына жаққа кел. Жаңа бізде тағы да жарық болып тұрсыз ба? Blenderдің бастапқы default workspace-на қайттан келген сияқтымыз, тек қана мына кубигімізді кішкене ауырып тұрған сияқты. Яғни мына жерде біз ең басындағы Blenderді ашқан кездегі splash screen мен алып тастаған кездегі Blenderдің сценамыз қайттан естеріңізге түскен шығар, да? Жақта камера болды, жарық болды және куб болатын тұғын, бірақ клубтың орнында бізде маймылдың басы тұр. Бола берсін. Енді бұл жақта 3 объект тұр. Үшеуіне де ортақ сөз ол объект. Сөйте тұра мынау үшеуі 3 түрлі зат істейді. Бірақ үшеуіне де ортақ ол объект. Яғни бұл камера объектісі, жарық объектісі және mesh объектісі. Камера объектісіне біз тек қана object модқа бола аламыз. Бұның edit моды жоқ, байқасаңыздар. Өйткені біз камераны бітіп edit жасап өзгеріс жасай алмаймыз. Оған біз тек қана properties арқылы, байқасаңыздар, міне properties терезесінің ішінде жасыл түсті, яғни ішіндегі датасын манипулировать етсек болады. Ол қалай? Ол әрине мына жақта камераның түрі. Ол бізде перспектив көрсете ма, жоқ ортография ма, жоқ панорама көрсете ма. Қандай камера талдаймыз, соған сай өзінің түрін ауыстырады. Дәл осы жерде жақсы келдік. Осы камераны айтып жатқан кезде сіздерге перспектив пен ортографияны туралы түсіндіріп кетейін. Камераны былай қарай қоятын болсақ, яғни бұл жерде біз нөлді бассақ, камераның ішіндегі көрініс көрсетіледі. Дәл қазір біз перспектив түрінде қарап тұрмыз, яғни перспективті камера ретінде қарап тұрмыз. Яғни перспектив туралы қысқаша түсіндіріп кетейін. Перспектив дегеніміз не? Перспектив дегеніміз, яғни сіздің көріп тұрған жағындағы, ол осы жазықтық бойымен қозғалған кездегі біздің жер шарымыз ол домалақ қой. Домалақ болғаннан кейін ол барған сайын зат кішірейе бастайды, дұрыс қой? Яғни мысалы мен мына қолымды алайын, былай қасыма алатын болсам, осындай размерде тұр. Бүйтіп сіздерге қарай жақтататын болсам, ол басымнан үлкен сияқты болып көрінуі мүмкін, да? Ал бүйтіп басымнан ары қарай алып кететін болсам, кішірек болады, дұрыс па? Сол сияқты ол дистанцияға байланысты зат үлкейеді немесе кішірейеді. Оның барлығы перспектива деген, ол яғни мысалы мына зат айталық. Басына кубымызды алып келейік, куб. Осының қасына қоятын болсақ, мысалы алдынан қарасақ, осылай тұр. Сіздер снипик көріп қойыңыздар ғой, Мынаны бүйтіп йо дегенді бассам, яғни таптың үстіндегі ол таптың үстіндегі батырма йо немесе мынандай консоль деп тұрады ғой. Соны бассаңыздар, мынау тура мына кешегі өткен сабақтағандай, мынау немесе мынаның рөлін атқарады. Яғни қай жақтан қарағымыз келеді, соған қарай камераны бұрамыз. Фронтик. Дәл қазір көріп тұрғаныңыз ол перспектива емес. Мына сәл бүйтіп бұрасам, мышканың ортасын сәл басқасам, бұл резко перспективаға ауысып кетті. Кішкене айырмашылығын түсіне бастаған шығарсыздар, Енді перспектива бойынша мына кубты біз артқа қарай жылжытайық. Яғни G, Y. Кетіп қалды әне. Алса кетіп қалды. Бүйтіп қарасаңыздар, ол мынаның қасындағы точка сияқты көрініп тұр. Бірақ алайда бүйтіп қарасақ, ол алыс жерге кетіп қалған, көрдіңіздер ме? Дәл солай осы кубты қайттан алып көрейік, былай қарайын. Түсінген боларсыздар, негізінен. Мінекейіңіз, яғни ол маймылдан үлкен болып кетті. Бұның барлығы ол перспективада жұмыс істеп жатыр. Яғни біздің осы қоршаған әлем, немесе біздің көзіміз көріп тұрғанның барлығы ол перспективада біз өмір сүреміз. Ал ортография дегеніміз не? Мына кубты қайттан өз орнына қойын. Ал G, GX, осы жерге қойын. Мына жақта бізде маймыл бар және куб бар. Біз перспективаға келетін болсақ, яғни бағана мен осыны басып, фронт дегенде орта сияқты көрінді, да? Бұл, яғни ол ортография деп аталады, яғни бүкіл заттың бұндай өлшемі, немесе артқы жағы, шет жағы барлығы тең болады. Оны қосу үшін мына жақтағы мына батырман бассаңыз, көрдіңіз ба? Перспектива мен ортография.
Яғни ортография дегеніміз ол ешқандай өлшемдің барлығы андай деформированный болып көрсетілмейді да, нақты өлшемін көрсетеді. Былайынан қарайтын болсақ, куб кішірейген жоқ, көрдіңіз ба? Перспективада болатын болса, ары тұрған зат алыста болғандықтан ол кішірейеді, жақын тұрған зат үлкейеді. Камераның ішінде, яғни біз камераның ішінде перспектив деген камера бар, және ортографиялық камера бар. Ортографиялық камера ол мынандай түрде болады. Мына жақты байқасаңыздар, камераның түрін байқасаңыздар, оның пішіні ауысып кетті. Бірақ перспективға келсек, мынандай болып қалады. Яғни бұның барлығы камераның focal length деп аталатын нәрсесі. Былай қарай, мына жақта focal length деп тұр. Көрдіңіз ба? Яғни ол өзгерісі кішкене өзгешелеу болады. Оны камераның ішінде не көріп тұрған үшін, мынаны бүйтіп алып шығайық, нөлді бассақ, мінекейіңіз, focal length дегеніміз, ол яғни ол кішкене бүйтіп камераны жақындап, андай не сияқты бар ғой, Тарантиноның фильмдері сияқты бүйтіп деген сияқты эффекттер жасауға болады. Оның барлығы, яғни әрине ол дәл қазір бізге ол маңызды нәрсе емес, мен сіздерге түсіндірейін дегенім, ол біздің датаның түрін осылай ауыстырсамыз, яғни осылай өзгертсек болады деген сөз. Яғни бұл жасыл түсті белгіленгендіктен ол ішіндегі датаны білдіреді. Біз осы сарғыш түсті объекттің ішіндегі датаны осы properties панельдің ішіндегі жасыл түсті бөліміндегі мынандай заттармен, яғни ішіндегі опциялармен осының ішін манипулировать етіп жатырмыз. Неге мына объектілерді біз үйтіп мына жаққа келіп өзгерте алмаймыз деген. Өйткені бұл mesh деген өте күрделі зат болғандықтан, ол мынандай неше түрлі манипуляция жасайтын терезелер болады. Бұл жақта object mode дегеннен өзге режимдардың барлығы ол осы объектті өзгеріске ұшыратуды білдіреді. Тек қана object mode деген ол осы әлеміндегі көріністі ғана көрсетеді. Сол үшін контейнер дейміз біз оны кішігірім. Яғни камерада object mode жоқ болды, ал шырақта бар ма? Шырақта да жоқ. Басқа тағы бір объектіні көретін болсақ, metabol дейік. Ball. Бұның не түрі бар? Бұның edit моды бар екен. Edit модқа көретін болсақ, бұны біз манипулировать ете алады екенбіз. Metabol деген осындай бір ерекше объект. Бұндайдың екіншісі болатын болса, ол бір-біріне бүйтіп жабысып кіріп кетеді. Жай ғана қызық болу үшін ғана көрсеттім сіздерге. Бұл туралы қатты білулеріңіздің керегі жоқ. Яғни кез келген объект, мен мына метаболды бекер өшіре салдым. Қайттан көрсетсем сіздерге. Метабол объектісі edit модқа кіргеннен кейін, бұл жақта add деген зат тұр. Бассам, көрдіңіз ба? Тек қана осы объект типіне сай ғана даталарды ұсынып отыр бізге. Жақсы, бұның барлығы түсінікті болғаннан кейін, мен сіздерге қосымша бір затты түсіндіре кетейін. Мына сценаның ішіндегі артық заттардың бәрін өшіп тастайық та, тек қана маймылдың басын қалдырайық өзімізге. Сонша еңбектеніп мынаның атын өзгерттік қой, сол үшін қалдырайық. Яғни бағана байқасаңыздар, біз бұл затты қалай алып келдік, естеріңізде ме? Ол сфераны создать еттік. Сфераның ішінде сфия деген дата болды жасыл. Оны біз удалить етсап, ішіне Сюзанды қойдық, дұрыс па? Сюзан осы маймылдың басы деген сөз. Маймылдың басын алып кеп қойдық, және оны переименовать етсақ Сюзан дегенге. Енді ол сферамыз қайттан орнына алып келейік. Яғни ол реванш жасасында осы маймылға. Бәрін белгілеймізді, қайттан өшіріп тастайық. Енді бұл жақта ештеңке жоқ дедік бағана сценаның ішінде. Ештеңе көріп тұрған жоқпыз. Бүйтіп қанша жақындатсаңыз да, бүйтіп алысқа барсаңыз да, N панельді ашып мына scale'ды үлкейтсеңіздер де ештеңке өзгеріп отқан жоқ. Алайда, мына жақта байқасаңыздар, бір сары нүкте тұр. Ол нүкте origin деп аталады. Ол origin деген, яғни осы объекттің кіндігі десек бекен. Ол объекттің ортасы. Ортасы деуге дегенмейді шығар. Ол объекттің туындысы, туған жері. Мысалы, біз бұны қозасақ болады. Сюзанды белгілейік. Бекеңіз. G десек, бұл әлге дейін қозалып жатыр. R десек, бұрылады. Scale десек, үлкейеді. Некеңіз. Бірақ шыққандай өзгеріс болатқан жоқ қой. Сен
не айтып отырсың деген сияқты болуларыңыз мүмкін. Бұл жақта R істеп отқан жоқ, S істеп отқан жоқ, бірақ G істеп жатыр, дұрыс па? Өйткені бұның ішінде сіздерге көрсететін дата жоқ. Бағанағы айтқанымыздай ішіне кіріп, біз бағанағы сферамызды қайттан орнына келтірейік. Edit модқа кіреміз. Shift A, сфера. Сфера қайттан қайтып келді, және Сюзанға реваншын қайтарды, дұрыс па? Қайттан өз орнына қайтып келді. Енді мына затты байқасаңыздар, origin мына жаққа кетіп қалды. Бағанағы scale деп өзгерістер жасадық қой, соларды біз сброс жасайық. Alt S, естеріңізде болса, Alt R, Alt G. Неге сфера бұл жердің астында тұр? Яғни неге жердің жазықтықтың астында тұр деген сұрақ пайда болады. Өйткені біз бұл объектіні edit модқа кіріп создать еткен кезде біздің origin мына төбеде тұрған болатын, естеріңізде болса. Дәл осы жерде біз қайттан осы сфераның екінші копиясын шақырып келейік. Некеңіз. GX деп четке қарай жылыстақ. Өзгешелік бар. Ал неге бұлай емес? Мұнаны қарайық. Бұның барлығы осы origin деген нүктесінде. Origin дегеніміз, яғни бағана айтқандай, ол объекттің туған жері, туған нүктесі. Барлығы осы нүктеден басталады. Яғни біз осы object модта кезген объектін қозғаған кезде, біз оны origin мен қозғаймыз. Некеңіз. Бірақ оған барлық затта origin бағына бермейтін кездерде болады. Яғни біз анимация жасаған кезде origin мен емес, біз өзге бір типпен жұмыс істейтін боламыз. Алыстамаңыздар, ол туралы мен тағы да кейін айта кетемін. Ал енді origin дегеніміз не? Ол туралы айтып кетейік. Origin деп айттық, жарайды, түсіндік, қанша рет айтасың, ол мына жердегі сары нүкте дедік. Бұл сары нүкте ол тек қана әшейін ғана тұрған зат емес, ол біздің объекттің кез деген осындай трансформация жасаған кездегі ол нүктесі. Осыдан басталады. Айталық scale десек. Көрдіңіз ба? Осы басында мынандай болған кезде S десек ортасынан үлкейетін, ал мына жерде S десек осы сары нүктенің бойымен ғана үлкейіп жатыр. Сары нүкте мына жерде тұр. Көрдіңіз ба? Енді rotation көрейік. Rotation осы сары нүктенің бойымен қозғалады. Яғни бұл сары нүктеміз, оны центр десек те болады, орталығы. G, R, S. Үшеуіне де әсер ететін осы origin болып саналады. Енді originді орнына қалай келтіреміз деген сұрақ болады. Ол үшін бүйтеміз. Object модқа кіретін болсақ, біз бұл объектіні бүйтіп орнына көтеріп қойсақ болады. Бүйтіп қозғасам, байқасаңыздар, origin орнынан қозғалған жоқ. Ара бері бүйтіп қойып қоятын болсам, мына жерге қойсам, яғни бұл біз ішіндегі датасын манипулировать еттік. Қайттан object модқа шықсам, origin мында тұр, бағана мына төбесіне тұрған, бірақ мына жаққа кетіп қалды. Енді бұрсам, көрдіңіз ба? Мінекеңіз. Барлығы бір орында тұрған болатындығын. Ол Blender ойлайды, сен объект ешқандай өзгеріс болған жоқ деп ойлайды, бірақ ішіндегі дата ол визуально өзгерді. Енді бүйтіп алып келсек болады. Мына жақта қарап тұрсаңыздар, ортасында бағанадан бері, немесе алдыңғы сабақтардан бері сіздер байқаған шығарсыздар, мынандай нәрсе тұр. Ол бізде 3D курсор деп аталатын нәрсе. 3D курсор дегеніміз, ол бізде екінші origin десек болатын шығар, қозауға болатын, немесе ыңғайлы origin десек болады. Яғни оны қозау үшін біз shift-ті басып тұрып, мышканың оң жағын батырмасын басып, бүйтіп қозап қойсақ болады кезген жерге. Және бұл жақта байқасаңыздар, мына объект ол origin мен қозғалып жатса, оны басқаша да ауыстыруға болады, бұрылатын жерін. Мына үстіңгі жағын басақ, ол bounding box дейді. Яғни осы жалпы объекттің сыртын қоршайды. Бұл осы origin-нан басталатындықтан ол ешқандай өзгеріс бермейді. 3D курсор дегеніміз бар. Бізге маңыздысы осы. 3D курсор дегеніміз, яғни осы бағанағы мына затымыз. Оны мен мына жерге қоятын болсам, R дейік. Көрдіңіз ба? Бұл origin-і, мына жерде origin-і мына 3D курсорға бағынып тұр. Өйткені біз айттық, сен origin тыңдама, сен 3D курсорды тыңда деп. Енді бұл объект 3D курсор тыңдайды.
scale жазсақ та, rotation жазсақ та, G десек те. Десем, өтірік болады. Енді мына объектіні біз мынандай күйге келтірейік қайттан. Битеміз үшін. Мынандай нәрсе бар. 3D курсорды осы объектке байлау үшін, мысалы мынаны белгіледім да. 3D курсорды біз бүйтіп қоюымызға болады shiftпен. Бірақ жеттен қарасақ, ол ортасы емес, дұрыс па? Оны қайттан бүйтіп отырып, былай қойсақ болады. Ол мына жаққа кетіп қалды. Мына жаққа кел десек, қайттан былай тұр. Ол ортасына келмей жатыр. Ол келу үшін біз мынандай команда орындаймыз. Shift S. Бұл жақта көп командалар шығып кетті. Вау, не болып кетті. Бұл жақта сіздер білу керек, ол бірнешеу ғана. Мысалға, selection to cursor десек, осы белгіленіп тұрған объектіні, яғни осы сыртында outline тұр ғой сары. Осыны Shift S деп курсорға қарай лақтыр дейді. Бассақ, көрдіңіз ба? 3D курсор қай жерде болса, соны центр ретінде соған лақтырады origin-ін. Егер де мына объект былай тұрып, мына затты 3D курсор лақтыратын болсақ, оның origin ортаға келеді. Мына ішіндегі датасы емес. Дәл сол сияқты мына затты белгілеп, Shift S cursor to selected деген бар. Яғни белгіленіп тұрған затқа 3D курсорды алып кел деген. Бассақ, ол 3D курсор осы заттың origin-ына келеді. Бүйтіп бұрсақ болады енді. Ол дәлме-дәл центрында тұр. Мына беткеше Shift S cursor to selected. Байқасаңыздар, ол қайттан origin-ға ғана келді. Ол мына ішіндегі объектіні, яғни осының ішіндегі датаны ескеріп тұрған жоқ. 3D курсор тек қана осы origin-ді ескереді. Ал енді мына допты, мынаны осының қалпына келтірейік. Саған рахмет. Қызметіңе рахмет. Өшіне салайық. Мына жақта location өзгеріп кетті. Кешегі сабақта естеріңізге түсірсек, Alt-G ортаға келеді. Енді 3D курсорды былай қарай алып келіп отырам ба деген сияқтылар болатын болса, Shift S былай алып ойбай. Shift S курсор to selected десек ортаға келеді. Немесе 3D курсор былай кезген жерде тұратын болса, және бүйтіп ауысып кеткен жағдайлар болатын болса, былай центрдан жолып кетеміз ғой біз. Центр қайда кетті? Мына жаққа мен центрға көргім келеді дегендер болатын болса, мына Shift C десек центр-мерға алып келеді барлығын. Яғни ол 3D курсорды центр-мерға алып келеді. Енді мына объектіні алып келу үшін edit модқа кіріп, Shift S selection to cursor десек, жоқ болып кетеді. Ол қайда кетті десек, кеше естеріңізде болса, нүктен бассақ, жақындатады, соған фокус жасайды, бірақ объектіміз қайттан жоқ болып кетті. Ол неге бұлай? Өйткені бұның барлығы Shift S деген команда мына жақтағы барлық нүктеге әсер етеді. Каждый индивидуально соны өзіне қабылдайды, одан кейін барлығы центрға кетіп қалады. Ал енді мына origin-ді қайттан мына объекттің ортасына алып келейік. Ол үшін біз object модқа шығамыз. Содан кейін мына четіне қарасаңыз object деп тұр. Object-ті басқан кезде мына жақта set origin деген бар. Яғни сен origin-мен қандай команда жасағың келеді деп сұрап тұр. Geometry to origin десек, осы геометрияны, яғни ішіндегі датаны origin-ға қарай лақтырады. Басып көрейік. Көрдіңіз ба? Кері жағдайда object origin to geometry, яғни осы origin-ді алады, геометрияның ортасына лақтырады. Көрдіңіз ба? Енді осы затты алып біз Alt-G десек, орнына келеді қайттан. Қайттан алып келдік өз орнына, әрең дегенде. Енді бұны алып edit модта бүйтіп бұрасасақ, түзу бола алады. Немесе бұндай origin-ның несін жасамай-ақ, обасын-ақ бүйтіп әкелесеңіздер де болады. Ал енді қызық тақырыбымызды бастайық. Біз осы уақытқа дейін біз объекттің түрін үйрендік. Объекттің типтері, оның ішіндегі дата деген не, оның барлығы біз аниматорға не керек, не үшін ол заттардың бәрін бізге үйретіп атсың деген сияқты сұрақтарыңыз болатын болса, мен оны қысқаша түрде айтып кетейін. Бұның барлығы осы дәл қазіргі жасалатын сіздерге үйрететін нәрсеме сай. Яғни соған керекті білімдер. Ал енді сіздерді ұзақ күткен аниматордың ең жақын досы және ең үлкен жауы Rig жүйесі.
Ол әлбетте ол аниматордың оған деген қарым-қатынасы байланысты, ол әлде жау бола ма немесе дос бола ма, ол аниматорға байланысты. Ал енді біз ортаға риг жүйемізді шақырайық. Ол armature деп аталады. Бассақ, осы ма жау? Бұл әшейін ғана конус қой деген сұрақ болады. Бұл armature деген объект типі. Яғни бұл риг жүйесінің объектісі. Бекерден болса, ол мына жақта біреу ғана тұрған жоқ та. Бірақ осы бір объект типпен біз неше түрлі заттар жасай аламыз. Ал енді біз мынандай сүйек бердік. Бұл сүйекті біз бүйтіп сценада қозғап болады, бүйтіп деп. Бірақ біз айталық, негер біз мынандай бір қозғалыс жасағымыз келсе бұрылатын деген сияқты. Ондай кезде біз edit модқа кіріп, бұл сүйекті екіге бөлсек болады. Енді ғана бір sneak peek көріп қалдыңыздар. Ол әрине edit мод және pause мод деп аталады. Оған кірместен бұрын сіздерге бүйтіп айтып кетейін. Мысалға айталық, бізде осы жерде екі сүйек тұр. Мынау сүйек деп аталады. Сүйек дегеніміз, яғни осы object type-тың ішіндегі, мынаны ашатын болсақ, объект типінде, бұл armature дегеніміз осы объекттің ішіндегі дата. Осы датаның ішінде не құрайды, ішін ашып көрейік. Мінекеңіз. Armature деген ол датаның ішінде bone деген зат бар. Bone 001 деген дата бар. Ол бірінші сүйек, астындағысы және екінші сүйек. Бұл жерде мынандай түсінік бар. Edit модқа немесе pause модқа кіретін болсақ, мына бір объект екінші объектке байланған. Егер мен бұны R-ді басып rotation жасасам, бұлай қозғалады. Өйткені ол мына жақта 3D курсор деп тұр. Біз оны алып median point дейміз. R-ді бассам, бұлай қозғалады. Яғни median point дегеніміз, бағанадан бері мен бұны айтпадым, өйткені бағана бұл жақта түсіндіретіндей ештеме болмады. Енді дәл қазір сіздерге осыны түсіндіріп жесем болады. Individual origins деген ол яғни екі зат тұр. Екеуінің өзінің ойыстарына байланысты бұрылады. Мына жақта кішкене болмай қалды. Копиясын создать етейін. Екеуіңіз екі кость тұр. R десем, екеуі бірге бітіп бұрылып жатыр. Ал егерде median point десем, екеуінің ортасымен бұрылып жатыр. Яғни сіздер мына сызықты көрсеңіздер, мына мышканы бүйтіп тартқан кездегі, ол сызық біткен жер, сол осы объекттің дәл қазір айланып отқан origin деп елестетсек болады. Бұл жақта тағы active element деген бар. Яғни ол ең соңғы сіз белгілеген заттың бойымен бұрылады. Ол дегеніміз не десек? Мысалы қазір екі зат белгіленіп тұр, бірақ екеуінің түсі әртүрлі. Мынау қоңыр сарғыш, мынау сары сарғыш болып тұр. Сары жарайды. Сары болып тұр. Яғни сары мен тұрса, ол соңғы белгіленген дегенді білдіреді. R-ді бассақ, осы сүйектің бойымен rotation жасайды. Ал егер мынаны қайттан shift бастырып белгілесем, бұл зат активный болды, яғни ол active element болды да, яғни соны бүйтіп бұратын болсақ, осы зат origin болып саналады. Енді мынандай нәрсені түсіндіріп кетсем болады сіздерге, егер де сіздер rig жасап ататын болсаңыздар, қысқаша түрде ол мына зат, ол сүйек. Бұл сүйек екі бөліктен тұрады, яғни мына асты және төбесі және ортасы. Мен сіздерге мынау осы сүйектің семірген түрін салып бердім де. Диетасын ұстамай жоқ просто. Яғни мына жердегі мынау, ол оның құйрығы. Tail дей салайын ағылшынша жазу тезірек. Мынау оның басы. Head. Head қолды, head. Бұл сүйек негізінен октахедрал деген көрініспен тұр қазір. Яғни осындай формада да. Мынау құйрығы, мынау денесі, мынау басы. Яғни бұл сүйек әдетте тек қана басы ол origin-нің рөлін атқарады. Ал құйрығы оның бұрғанына байланысты сол осы дистанциясын, яғни денесінің дистанциясын ұстап, осылай бұрылады. Яғни бұны бүйтіп бұратын болсақ, төбесіндегі сүйек оған тікелей әсер етеді.
яғни төбесте осы астында не қалай қозғалса тура солай қайталанып жатыр. Бірақ өзінің де оригини бар, яғни мына жақта өзінің басы бар. Бүйтіп өзі де бүйтіп ойлана алады. Дегенмен бұл бұған тәуелді. Бізде тәуелділіктің екі түрі бар, яғни ол offset пен connected. Бұл сүйектің қозғалысына байланысты екеуінің кішкене бір шектеулері бар. Соны түсіндіре кетейін. Болашақ рек жүйелерінде соны сіз білетін боласыз. Бұл қалай байланысқан дегенді. Егер мына сүйек мынаған бағынышты болатын болса, дегеніңіз, ол соны қайталайды. Астында не істеп жатса, мына үстіндегісі соны қайталайды. Өйткені бұл сүйек мына сүйектің баласы. Ал мына сүйек оның анасы дей салайын. Анасы, мынау баласы. Баласы, в общем. Баласы не істейді? Анасының тілін алады, дұрыс па? Бірақ уақыт өте келе баласы кішкене жетіледі. Содан кейін ол біртіндеп тәуелсіз бола бастайды. Дәл қазір қарасақ, анасы баласына тікелей байланысты, және бұл баласын біз G десек қозғалмайды. Ал мамасын G десек қозғалады. Неге бұлай? Біз N панельді ашатын болсақ, мына жақта көріп тұрсаңыздар, location-да бізде ешқандай дата енгізуге болмайды. Өйткені бұл байланыс түрі connected деп аталады. Яғни мына сүйек бұған тікелей байланысты. Мына жаққа қарайтын болсақ, relations деп аталады. Яғни мына жақтағы мына жасыл түсті, ол рик жүйесінің датасы, мынау сүйектің датасы. Сүйектің датасына баратын болсақ, яғни осы сүйектің датасы керек маған. Яғни мына боунды мен баласы деп атап қояйын. Мынау анасы. Бұл сүйек relations деген ол байланысы. Қарасаңыздар, parent анасы деп тұр. Және мына жақта қарасаңыздар, connected деп тұр. Яғни ол тікелей байланысты. Яғни бұл жерде ол баласы анасына тікелей байланған. Яғни оған тікелей тәуелді. Ал connected болмаған кезде баласы ер жете бастайды. Сөйтіп, ол кішкене болса да өзіне деген тәуелділік алады. Ол үшін біз connectedті алып тастасақ, енді pause модқа кіреміз. Pause модта біз оны қозғап көрсек, әлге дейін тілін алып тұр, жарайды. Мынау да қайталанып тұр. Бірақ байқасақ, location ашылды. Яғни бұл G-ді бассақ, қозғалады. Және мына жаққа қоқ қойсақ анасының қасына, дегенмен анасы әлге дейін баласына сөз өтеді, дұрыс па? Мамасын тыңдайды әлі. Егерде ол оңбаған болып, мамасын тыңдамай кетсе, немесе ол вообще байланыс үзіп тастаса, байланыс үзіледі. Мына жақтағы алып тастасақ, енді бұл ешкімге тәуелсіз бала болып қалады. Мысалы, мамасын бүйтіп қозғасақ, баласы қозғалмай тұр. Бұл яғни тәуелсіз болып қалды қазір. Мына жақтағы нені байқап отырсаңыздар, 3 сүйек тұр, үшеуі ешқандай байланысы жоқ сүйектер болып көрініп тұр. Бұның барлығы ертең бір күні біз рик жасаған кезде иерархия бойынша анимировать ететін боламыз. Сол үшін бұны мықтап бекітіп алыңыздар миларыңызға. Айталық, мынау кішкентай бауыры болсын, бауыры болсын. Және бұл сүйек, бағанағы естеріңізде болса, Shift S, курсорды былай қарай алып келеміз. Мынаны курсорға жібереміз. Мінекейіңіз мынандай зат болатын болса, мынаған байлайын. Parent қандай дейді? Connected, мынаған байлансын. Яғни анасы баласына сөз етеді, баласы інісіне сөз етеді. Яғни бауырына сөз етеді. Бұл кезде бізде иерархия деген нәрсе пайда болады. Қарап отырсаңыздар, R десем, екеуі де тілін алады. R десем, анасы бұған бағынбайды, бірақ бауыры оған бағынып тұр. Бауырын қозғасақ болады. Яғни ол өзі кішкене болса да несі бар. Яғни бұл зат иерархия деп аталады. Яғни бұл жақта бауыры ол баласын тыңдайды, баласы анасын тыңдайды. Түсінді? Анимация жасалған кезде бізде ең бірінші мына үлкен сүйектер қозғалады. Содан кейін барып астындағылар қозғалысқа енеді.
Бұлардың барлығы әрине сіздерге қиын болып көрініп жатқан шығар, бірақ ертең бір күні біз анимацияға кіріскен кезде барлығы жеңілдеп өздеріңіз түсінетін боласыздар. Енді бізде мынандай сұрақ болады. Біз бағана object модты айттық, edit модты айттық, pose модты айттық. Pose модты айтпаған болсам, pose мод ол осы сүйектердің позаға қою, яғни біз оны әдемілеп анимация жасайтын аниматордың істететін терезесі, яғни режимі. Аниматор осы режимға кіріп, өзіне керекті поздар қойып, осыған анимация жасайды. Яғни біз неге object модта мына объектіні бетіп сүйектерін қозғай алмаймыз деген сұрақ болады. Неге қозғай алмаймын деген. Яғни оның барлығы pose модтың ішінде жасалатын жұмыс. Бағанағы мен кішкене sneak peek жасаған шығармын сіздерге. Ол әрине аниматорлар origin-мен анимерт етпейді. Аниматорлар осы pose-бен анимерт етеді. Яғни pose ол origin-ға тәуелді емес. Өйткені бұның ішінде көптеген өзінің origin-дары бар сүйектерден құралатын риг жүйесі. Сүйектердің, яғни ішіндегі даталардың, әр датаның өзінің локальный деген қозғалатын әлемі бар. Біз осы күнге дейін білетіміз ол GX, GY, GZ болатын тұғын. Алайда бұның ішіндегі объект, яғни осының ішіндегі дата өзінің жеке әлемі бар. Ол локальный орта деп аталады. Жоғарыға мән беретін болсаңыздар, global деп тұр, яғни бұл осьтардың қай бағытта бұрылатынын көрсетеді. Global десек, яғни осы әлемнің өлшемдері, яғни Y, X және көк түсті Z сол санға бағынышты қызмет етеді. Ал дәл осыны мен қазір local дегенге ауыстырсам, бүкіл қозғалыс ол локальный қозғалысқа ие болады. GX десек, мына жақта төбеде көріп тұрсаңыздар, GX төбесінің сол жақ жоғар жағында along local X деп тұр. Яғни локальный X осьмен қозғалыста. Дәл қазір бұл объектінің осьтары осы әлемдік осьтармен сәйкес болғандықтан ол осылай қозғалыста. Ал егерде мына сүйектеріміз басқа түрдегі осьта болса не істейміз? Мінекеңіз. Яғни мына ең астындағы анасы ол локальный қозғалысы да, глобальный да екеуі де бірдей. Екеуі мына локальный, екінші рет басам глобальный. Немесе глобалға қойып қойсаңыздар, GX десеңіздер, ол global X пен қозғалады, екінші рет X-ті бассаңыз, локальный X пен қозғалады. Ал мынау анасынан қарағанда өзгешелеу болып тұр, бүйтіп ренжіп қалған сияқты деп. Енді осыны біз сынап көрейік. R, яғни бұл R істей алады. R, X, некеңіз көрсеңіздер, global X пен бұрылып жатыр, бәрімізге таныс. Тағы бір рет X десем, басқа оськпен қозғалып жатыр. Бұл қалай болды? Ал мына төбесі ше? RX, X, мінекеңіз, R, Z, Z. Z деген негіз ол түзу еді ғой әлемде. Ал мына жақта бұның ойсы өзгеріп кеткен. Бұл қалай болып кетті? Деген сұраққа былай жауап берейік. Бұл даталар өздеріне сай аксистарға ие. Ал енді мына заттардың аксистары қалай орналасты соны қарап жүрейік. Ол үшін біз мына жақтағы bone properties емес, біз armature propertiesға кіреміз. Соның ішінде бізде мынандай бір терезе бар. Терезе деймін, негізі мынандай опция бар. Ол viewport display. Яғни viewportта қалай көріп тұрмыз, соны басамыз. Яғни бағана мен айтқан octahedral деген осы сүйектің пішіні, яғни біз қалай көріп тұрмыз, сол форманы octahedral деп атайды. Одан басқа да формалар бар. Оны уайымдамаңыздар. Аниматорлар ол тек қана дайын риг жүйесін ғана көреді, сол үшін бастарға қатырмаймыз. Бұл ригерларға қатысты жұмыс. Біз бұл жақта аттарын көрсетсек болады. Яғни көріп тұрсаңыздар, барлығы кіші әріппен басталып, ары қарай үлкен әріппен болып кеткен бауыры, баласы, анасы. Не үшін кіші әріппен басталып тұр, сұрамай қойыңыздар. Shapes, яғни ол қосымша визуальный формалар. Оны қазір түсіндірем.
Group colors, қазір түсіндірем. Shapes, яғни ол осы сүйектің сыртындағы белгіленетін формалар. Ол туралы және мына group colors туралы дәл қазір білудің қажеті жоқ. Мен қазір рикті шақырып келген кезде соның ішінен көрсетіп беремін. Axis дегенге кірейік. Axis дегеніміз, яғни осы бағанағы көріп отқан осьтарымыз. Анасынан бастайық. Аттарын шығарып қояйықшы, көргім келіп тұр, мына кіші әріппен басалып, ары қарай үлкен әріппен басалып деді. Анасын біз RX дедік. Әлемдік немен қозғалып тұр? X десек дұрыс. Енді баласын көрейік. RX World Axis-та қозғалып жатыр, бірақ мына осьтары сай емес. Тағы бір рет X-ті бассақ, мінекейіңіз енді сай болды. Бұл, яғни локальный осьмен бұрылып жатыр. Дәл солай бұлардың қозғалысы да, скейлі да сондай локальный осьтарына сай қозғалатын болады. Бұл жақта байқасаңыздар, Z мына бағытта кетеді, бірақ Y мына бағытта кетіп тұр. Бұның барлығы, яғни сүйектің орналасуына байланысты. Бағана түсіндіріп кеткендей, мына басы және аяғы, соны байланысып тұрған ось, ол ылғи Y осі болады. Яғни, егерде сүйегіңіз сценада осылай орналасқан болатын болса, Y осі әрдайым жоғары қарайды. Егерде ол мынандай кейіпте тұратын болса, онда жоғарыға Z қарайды. Бұл, яғни әлемдік осына сай осылай жасалады риктар. Сол үшін сіздер алдымен рик қолдарыңызға тиген кезде, оны сынап, оны әр жерден бұрып, локальный осьтарын түсіне алу үшін қолдарыңызды үйретіп алғандарыңыз дұрыс. Бұның Z осімен дұрыс бұрылып тұр, RXX X осімен дұрыс бұрылып тұр, RYY дұрыс бұрылып тұр. Яғни барлығы локальный осьтарына сай бұрылып жатыр. Енді локейшнді сіздерге көрсету үшін, немесе дәлелдеу үшін сіздерге мына бауырын ағасының тілін алмайтындай, немесе тілін естімейтіндей болсын да, сөзін естімейтіндей. Оны былай істейік. Локейшн қозғайтын болсақ, мінекейіңіз G бойымен қозғалып жатыр, X осімен қозғалып жатыр. Тағы бір рет G-ді бассам, локальный X-пен қозғалып жатыр. Дәл солай локальный Z, локальный Y. Мінекейіңіз жалпы сіз осы объекттің, яғни object модтағы осі, мінекейіңіз мына жақта, біз оны көру үшін object датаға кіреміз. Сарғыш түсте тұрған propertyға viewport display axis деген қоссақ, мына үлкен тұрған Y, X және Z осы әлемдік мермен сайкес кеп тұрған көрсетеді. Ол мүмкін былай тұру мүмкін, былай тұру мүмкін, соны анықтап алуыңызға болады. Бұл object модтағы заттар әрдайым ішіндегі даталарына сай бола бермейді. Дәл соған мысал осы біздің ригіміз. Бұның барлығы риг жүйесінің ерекшеліктері. Ал енді бағандан бері мен айтып жатырмын. Риг деген. Риг деген не? Деген сұрақ болады. Риг дегеніміз осы сүйектердің барлығынан жасалып, яғни ол мүмкін осы үшеу болады, мүмкін ол бірнеше көптеген сүйектерден құралатын жүйе. Яғни оны біз аниматорларға ыңғайлап барлығын дайындап беретін ригер мамандардан алатын риг. Яғни ол кейіпкер болсын, мүмкін ол доп болсын, кез келген бір объекттің ригі болады. Яғни қозғау үшін біз осы сүйектердің арқасында риг беріп, сол заттарды анимировать етеміз. Ол заттарды ригсіз де қозғауға болады, бірақ риг ол ыңғайландырылған және индустрияда ең көп істететін құрал. Яғни бағанадан бері мен сіздерге осы түсіндіргенім, ол мына арматура объектісі. Оның ішінде біз көптеген сүйектер қойдық. Яғни 3 сүйек, көптеген дегендігіміз. 3 сүйек қойдық. Оның ішіндегі даталарын бұрып көрдік. Оның осьтарын әртүрлі жерге бұрдық. Түсіндік. Локальный ось деген қандай, world ось деген қандай деген сияқтыларды. Енді біз ригқа кірісе берсек болады. Бағанадан бері айтып отқан ол риг емес па деген сұрақ болса, жоқ, бұл риг ретінде де санауға болады. Алайда бұл күрделі риг емес. Мен алдымен сіздерге ригті шақырып, сол жағында сол арқылы сіздерге көрсететін болайын. Ал енді бізде сүйекті шақыру үшін, немесе ригті шақыру үшін біз ерекше бір функция істейміз. Ол үшін аниматорлар әдетте link деген нәрсені істетеді.
Link дегеніміз не? Біз link дегеніміз ол екі файл болса, мысалға бір файл, бұл жақта біз доп бар дейік. Доптың ригі бар, а мына файлда ештеңе жоқ. Біз мына жақта осы доптың копиясын көшіріп алып келеміз былай қарай. Содан кейін біз бұл жақта анимировать етеміз. Мына жақта болған өзгерістер, мысалы допты біз алдықта кубқа айналдырып жіберді. Сосын аниматорлар мына жақта допты айналдырып өтіп, сосын барып сақтап, қайтадан шығып кірсе, қозғалтқан доптары кубқа айналып кетеді. Содан кейін айтады: "Ей, неге кубқа айналып кетті?" дейді. Сосын айтасың: "Өйткені мына оригинал файлда ол кубқа айналды." Ол мына жақтан көшіріп алғаннан кейін, немесе оның зеркаласын дейді ғой, зеркаласын алып тұрғаннан кейін, мына жақта не болса, мынау соны қайталайды. Бұндай жүйе не үшін керек? Бұндай жүйе ол үлкен өндіріс кезінде бір файлмен бірнеше адам немесе ондаған адам жұмыс істейді. Сол кезде егерде сол файлдың оригиналын алып, әрқайсысы істететін болса, оған жасалған өзгерістер барлығында бір уақытта өзгермейді. Ол әрқайсысының файлына кіріп, сол өзгерістер жасап шығу керек болады. Ол ыңғайсыздық тудыртады. Солай ғой. Егерде бұл жақтағы бір оригинал файл болса, және аниматорлар немесе кез келген басқа мамандар өздерінің сай ғана жұмыстар істеп, оригинал файлға тимейтін болса, ол үлкен жұмысты жеңілдету деп саналады. Айталық, біз аниматор бола тұра, бұл оригинал файлмен де жұмыс істей беруге болады. Бірақ егерде осы оригинал файлды жаңа бір аниматор немесе ол опыты аз, тәжірибесі аз аниматор кіріп, бұның ішіне edit модқа немесе басқа модтарға кіріп, оны бүйтіп сәл ғана өзгертіп жіберсе, онда ол риг жүйесі немесе басқа бір заттар бөлініп кетуі мүмкін. Сол үшін бұл link жүйесіне келген кезде біз ешқандай да өзгеріс жасата алмаймыз. Риг жүйесіне біз аниматор бола тұра тек қана pause модқа кіре аламыз. Ал енді осы айтылған заттардың барлығын іс жүзінде көрсетейін. Ол үшін блендердің ішінде файлды басамыз. Link деген батырма тұрады. Соны бассақ, және ол файлдың орнын анықтауымыз керек. Қай жерден алу керек ол затты деген. Мінекейіңіз кірсек, бұл жақта blend деген файл тұр. Яғни бұл біздің доптың blend файлы, яғни оригиналы. Осының ішіне кіретін болсақ, бізден сұрайды, қай зат зеркалить ету керек, немесе қай зат саған керек деп жатыр. Бұл жақта бізде арматура бар, brush, collection, image. Сол сияқты оригинал файлдағы кез деген датаны өзімізге шақырып алсақ болады. Оның әрине барлығы өзгеріс жасай алмайтындай, оның барлығы безопасный десем болатын жар, қауіпсіз түрдегі шақыру. Бұл жақтан біз арматураны шақырсақ болады, бірақ ол объектпен бірге келмейді. Біз бұл жақтан мешті шақырсақ болады, бірақ ол арматурамен келмейді. Ал енді не істейміз деген сұрақ болса, ол кезде біз collection дегенді шақырамыз. Collection деген сіздерге түсіндіріп кететін болсам, ол біздегі папкалар. Яғни осы файлдың ішінде бізде 4 түрлі папка бар екен. Arabol деген, Bol-link деген, rig және widgets деген папка. Яғни осының әрқайсының ішінде өзіне сай объектілер бар. Әдетте біздің риггерлар ол осындай ригін жасап болғаннан кейін астына осы collectionның атауын, яғни өзі сол папканың атауын link деп жазып қояды. Ол яғни аниматорларға білу үшін осы папканы шақырыңдар деген сөз. Осыны басайық, link дейік. Көріп тұрғандарыңыздай доп келді ортаға. Алайда бұл мынандай түрде келіп тұр. Біз айтамыз, мынаны осылай анимировать етеміз ба дейміз. Жауабы жоқ. Олай анимировать етпейміз. Бұл тек қана бізде object модта тұр. Көрдіңіз ба? Бұл жақта ештеңке жоқ, өйткені бұл прокси ғана. Яғни бұл осы папканың призрагы десем болатын шығар. Яғни сіз оны көріп тұрсыз, бірақ онымен ештеңке істей алмайсыз. Оны істей алу үшін біз арасына байланыс орнатуымыз керек. Байланыс орнату үшін біз object дегенге кіреміз. Осынан кейін relations, яғни байланыс. Қандай байланыс жасайсың деп сұрап отыр бізден. Library override деген бар. Яғни бұл жасалған өзгерістердің барлығын осы папкадағы осы заттың үстіне көшіріп алып кел деген сөз. Бассақ, мінекейіңіз, мына жақта 2 папка келді. Мына жақта override hidden дегенге мән бермесеңіздер болады. Бұл просто соның
призерге қайттан шошып кетіп жүрмеңіздер. Бұл линк деген нені ашсақ, коллекшн ашсақ, мына жақта мынандай нәрселер көреміз. Енді бұл жақтағы белгілерді кішкене түсіндіріп кететін болсам сіздерге, ол біріншіден мынау коллекшнды білдіреді, яғни бұл папка. Мынаны мен бүйтіп скроллать етсем, сценаның ішінде бізде бір коллекшн бар. Одан бүйтіп қасынан птичкасын өшіп тастасам, жоқ болып кетеді. Көзді өшіп тастасам, ол жоқ болып кетеді. Және одан өзге тағы да өшіретін бір тәсіл бар. Мына жақтағы фильтрға кіретін болсақ, мына жерде телевизор бар, мынау бар. Соны қоспайық, мынаны бассақ өшіреді, ал мынаны бассам бізге белгілеуге мұршат бермейді. Яғни бұны біз қалай болса да белгілей алмаймыз. Қоспаймыз. Бұл мына функция, ол андай үлкен объектілер, көп объектілер қосылып кетеді. Сол кезде біз қозуға болмайтын объектілерді сөйтіп қойып қойсақ, ол өзімізге ыңғайлы. Оның істетілуін қазір түсіндіріп кетемін. Көз ол өшіреді, телевизор да өшіреді. Ал мынау және мынау үшеуінің қандай айырмашылығы бар дегенге келейік. Мына жақтағы птичка, ол осы сценаның ішіндегі болып жатқан коллекшнның барлығын сөндіріп тастайды. Яғни бұл сценаның ішінде ештеме жоқ деген сияқты көрінеді. Қосатын болсақ, қайттан бар екен. Ал көз ол уақытша ғана өшіру. Ол сенің көріп тұрған жеріңнен ғана өшіреді, бірақ алайда компьютердің артында оның барлық есептеу жүріп жатады. Көз емес, телевизорды өшіретін болсам, сен оны көріп тұрған жоқсың, және оның артындағы процестердің барлығы есептеліп тұрған жоқ. Бірақ сен коллекшнның ішіндегі данныйды әлге дейін көре аласың. Ал егер мынаны өшіріп тастайтын болсам, данныйларын көре алмаймыз, ішінде қандай объектінің бар екенін де көре алмаймыз. Көрдіңіз ба? Тек қана коллекшнның өзі ғана тұр. Болды. Бұлардың айырмашылығы сонда ғана. Және ең соңындағы мына камераның белгісі, ол рендерге көрсетесің ба, рендерге көрсетпейсің ба деген нәрсе. Яғни осыны өшіп тастасақ, бұл рендерге шықпай қалады. Сол үшін қосып қойыңыздар. Және мына коллекшнның қасында мынандай бір шынжырдың белгісі тұр, және мынандай стрелка оның ортасынан деп тесіп тұр, дұрыс па? Ол, яғни осы шынжыр, ол айтып тұр. Мына оригинал файлдан сен осы қазіргі файлыңа арасында байланыс орнаттың. Ал мына жердегі мына шынжырдың ортасынан кейін мынау найзағай сияқты стрелка, ол яғни айтып тұр. Мына заттан шыққан зат мынаның үстіне кірді, яғни ол override жасалып жатыр деген сөз. Яғни осының ішіндегі данныйдың барлығы мынаған тікелей әсер етеді дегенді білдіреді. Бұны біз linking деп атаймыз, яғни link, байланыс орнату. Жалпы link түсінікті болса, біз ары қарай объекттің ригін сценаға көріп шығарайық. Ал енді сіздерге линк түсінікті болатын болса, объекттің ригін, сонау күткен риг деген нәрсені көрсетейік. Ол не нәрсе екен деп. Ол мына жақта көрген, мына адамның белгісі тұрған, ол біздің арматура деген объект типіміз болды, дұрыс па? Соның бойына қарасақ, телевизор өшіп тұр. Бұл яғни артында болып жатқан нәрсені есептемейді деген сөз. Басқасақ, доптың қасында мынандай пішіндер пайда болды. Енді мына жақтағы X, Y, Z деген үлкен нәрсе болып тұр. Бұны көзімізге жағымсыз, біз оны көргіміз келмейді, оны өшіп тастайық десеңіздер. Бұл мына арабол деген объекттің сыртында тұрған ол осьтары. Оны өшіп тастау үшін мына object dataға барып, axis дегенде өшіре саласыздар. Бұл неге бұл аксиспен келді десеңіздер, ол оригинал файлда бұл қосылып қалып кеткендіктен, оригинал файлда не көріп тұрсаңыздар, бұл жаққа шақырып келген кезде сол көрсетіледі сіздерге. Яғни жаңағы мына птичканы өшіп салған кездегі туркуаз болып тұрған мына кубик, ол яғни оригиналынан өзгеріс болды деген сөз. Мынанда өшіп тастасам сондай болады. Егер мынаны қоссам, некеңіз көрдіңіз ба? Яғни бұлардың барлығы оригиналынан өзгерістер болған нәрселер деген білдіреді. Яғни сіздер оны басып тиістіңіздер деген сөз ғой. Енді бұл риг. Ригқа кіретін болсақ, бісміллә деп поз модқа кірейік. Некеңіз. Яғни бағана мен сіздерге уәде беріп кеткендей, бұл жақта арматюрдың датасында көрсететін shapes және group color деген зат болады. Мына жаққа мышқа алып кетсеңіздер, яғни shapes және group colors, бұл жақта қызыл түспен айтып жатыр. Бұл editта
яғни бұл линкті алып келген нәрсенің үстіне сіз edit жасай алмайсыз деп тұр. Яғни бұл жақта group colors дегеніміз не? Сіздерге тезірек түсіндіріп кетейін. Ол біздің мына әрбір заттың түсі. Мынаның барлығы негізі сүйектер. Ал мына жердегі shapes дегеніміз не? Shapes дегеніміз осы сүйектің пішіндері. Яғни көріп тұрған, мысалы мынау стрелка сияқты болып тұр, мынау мынандай болып тұр, мынау мынандай болып тұр. Соның барлығы ол shapes. Ал енді біз осы доптың анимациясына кірісейік. Алдадым сіздерді? Жоқ, бүгін кіріспейміз. Осының өзі бүгінгі сабаққа жетеді. Бұл допты уәде беремін, келесі сабақта өтетін боламыз. Бүгінгі өткен сабақ күрделі болды, оның ішінде біз моделингқа да, ригингқа да кіріп кеттік, бірақ сіздер ойлап отыруыңыз мүмкін, бұл мен аниматор бола тұра бұл білімдер маған не керегі бар деп. Жоқ, өйтіп ойламаңыздар, бұлардың барлығы анимация жасау үшін керекті ең базовый білімдер. Ал онда бүгінгі сабағымызды тәмамдай кетейік. Біз не үйрендік? Интерфейсті алдыңғы сабақта үйренгендіктен, бүгінгі сабақта біз объекттің типтері, объекттің ішіндегі даталары, яғни ол сыртқы келбеті қалай болады, оның ішкі датасының осьтары қалай болады, әртүрлі болатынын түсіндік, origin не екенін түсіндік, және біз ең қызықтысы ол арматураны үйрендік, яғни сүйек жүйесінің қалай бір-бірімен жұмыс істейтінін түсіндік, иерархияны білдік, және доптың ригімен таныстық. Тәттісі келесі сабақтарда. Сіздермен бірге болған Нұрбек, сіз біз болып анимация шыңын бағындыра берейік. Келесі сабақта жүздескенше.